Абай Құнанбайұлы 12-ші сөз. Кімде-кім жақсыдыр, жамандыр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де, қылса екен, бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның иғтиқатын махкамлемек керек, яғни иманның сенімін мықтылау керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадат болмайды. Ләкин кімде-кім иман неше нәрсе бірлән кәмелат табатұғынын, неше жерден бұзылатұғынын білмей, басына шалма орап, бірадар атын көріп, розашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен өзін-өзі аңдып, шын діни, шыншылдап, жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.